Қайырлы күн достар. Біздің бақшамыздағы алмаларымыз, шиелеріміз пісіп қалыпты. Пісіп жерге түсіп жатыр екен. Енді осылардың барлығын жинап, компот жасайтын боламыз. Желден барлығы жерге түсіп қалыпты. Осындай қып-қызыл тәтті алма. Бұл алманың сырты да, іші де қып-қызыл болып шығады. Бізде мұнда шие ағашы, шиелер де пісіп қалған. Құстар жеп үлгеріп жатыр екен. Енді балаларға ыстықта ішетін салқын сусын дайындаймыз. Барлық жемістер, жидектер өзіңнің бақшаңнан шыққанға жетпейді. Алманы да, шиені де теріп болдым. Шиені осы күйінде жақсылап жуып қайната береміз, ал алманы бөліктерге бөліп, арасындағы дәнін алып тастаймыз. Қайнап тұрған суымыздың үстінен қантымызды саламыз. Шиемізді саламыз. Және алмамызды осындай ұсақ етіп турап шықтым. Алманы да ақырын салып шығамыз. Жақсылап араластырып жібереміз. Және алмамыз жұмсарғанша баяу отта 5 минут қайнатамыз. Компотымыз 5 минуттай қайнады. Түсі осылай қызыл болып келе жатыр. Енді астын өшіреміз. Және 2 тілім лимон салып жібереміз. Және осындай жалбыздың жапырақтары бар. Хош иіс беру үшін саламын, бірақ бұл міндетті емес. Осылай араластырып жіберіп, бетін жауып, бөлме температурасында толық суығанша 2-3 сағатқа қойып қоямыз. Достар, осымен біздің компотымыз дайын. Өте дәмді болып шығады. Салқындағаннан кейін түсі қанық болады. Осындай жаздың ыстық күнінде таптырмас сусын болып табылады. Менің арнама тіркеліп қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Алда әлі көптеген рецептермен бөлісемін. Сау сәлеметте болыңыздар.